тәуелсіздігіміздің бесігі болған Алматы қаласында бүгін сауапты да жауапты игі шара. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай біздің бас муфти хазіретіміздің бастамасымен бүгін Алматы қаласында Гүлжан Төлеген атындағы қыздар мен ұлдар арасында Құран оқуды жатқа оқудан қалалық байқау өтуде. Бұл байқау Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорының қолдауымен өтіп жатыр. Бұл сайыстың мақсаты елдің ішінде Алланың кәләмін оқуды, жаттауды, насихаттауға үлес қосу. Өздеріңізге белгілі, біздің Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры жалпы осы білім саласында, дін саласында және де басқа да еліміздің маңызды салаларында өзінің үлесін қосып, атсалысып келе жатыр. Бүгінде өздеріңізге белгілі, біз осыдан 3 жыл бұрын Қазақстан мұсылман діни басқармасымен бірге меморандумға келіп, осы меморандум саласында осы біздің қор мен Қазақстан мұсылман діни басқармасының арасында көптеген іс-шаралар өткізді. Соның бірі биыл осы Құран жарысы. Одно из направлений работы нашего фонда является духовное воспитание молодежи нашего Казахстана. Поэтому сегодня совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана мы провели конкурс, посвященный Корану, по его заучиванию и по его красивому чтению. Главной целью данного конкурса является духовное просвещение и укрепление моральных ценностей нашей молодежи. Ведь, как приводится в хадисе, лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Жастарымыз егерде асыл дінімізді үйренсе, салт дәстүрімізде бекем болатын болса, онда біздің болашағымыз жарқын болатынына мен кәміл сенемін.